Allohumma gfirli, varhamni, vaafini, varzuqni деп сұра деді. Үш төртеуін сұрасаң, дүние ақиреттен барлық жақсылығын сұрағандай болдың дейді, бүтті дейді. Әрбір намазда дуа қылып қойыңыз. Бір ихлас менен жүзденіп, Аллаға, я Алла, сені отасың депші. Аллахума гфирли дегені, я Алла, мені күнәлерімді кешір деген сөз. Вархамни, мені, я Алла, райымдылығыңа бөлегін деген сөз. Я Алла, Алла райымдылығына бөлесе болды, шайтан еш нәрсе қыла албайды. Алланың райымдылығы кімді құрчап алса болды, шайтан аға қол сала албай қалады бұл. Шайтан қол сала албағаннан кейін болды аға, жамандықтың ешігі жабылып қалады аға. Андан кейін, уаафини үшіншісі. Я Алла, мені афиятта қойғын. Мында жетқанда сақ саламатшылық, амандықта қойғын. Көзім аман болсын, жақшы көріп тұрайын, я Алла. Құлағым аман болсын, жақшы ұғып тұрайын, я Алла. Ақылым аман болсын, я Алла. Жинді болып қалмаймын. Денсаулығым аман болсын, бір паралич ору болып қалмайын. Төртіншісі, варзуқни, ырысқы бер. Ырысқы тамақ ашқайлы айтылбайды. Илімдағы ырысқы. Үйдағы ырысқы.